Жылқының ішек қарын жуу процесі жүріп жатыр. Оның оңай әрі жылдам жолы сұйық май. Мына жерде шектер. Мен оны 2-3 қайтара ішін сыртын айналдырып салқын сумен жуып алдым. Енді жаңа құйған майды шектерге жағып жарты сағатқа қалдырамын. Мінекей осылай. Мына жерде май жағылған қарталар. Мінекей жаңа ғана құйдым. Көріп тұрғандарыңыздай жалқы аяғы шығып жатыр бірден. Сұйық май ішекте болатын жағымсыз иісті бірден кетіреді. Екіншіден осы шырышты қабығын алып шығады. Қартаның ішін тұздап алдым. Енді сыртына көштім. Осылай 2-3 сағатқа қалдырамын. Кейін қарталарды аударып отыру керек. Тұзы екі жағына бірдей сіңу үшін. Ішек қарын дайын. Жарты сағаттан кейін жақсылап жуып алдым. Мінекей тап-таза болып шықты. Енді осы алдында қалдырамын, тұздамаймын. Тұздалмаған ішек қазы айналдырған кезде жақсы созылады, жыртылмайды. Осы әдісті пайдаланып, соғымдарыңыздың ішек қарындарын жуып көріңіздер.